Ерен еңбек еш кетпейді, ескеріледі. Өміріміздің өркендеуіне өзіндік үлес қосқан 70 азамат марапатқа бөленді. Сый құрмет тәуелсіздік күніне арналған тұғырлы бол тәуелсіздік атты салтанатты жиында көрсетілді. Таласқа түсер жерің бар, талқысып жатқан ерің бар, қайраңдаған қайықтай, қалтақтаған күйің бар, көреміз әлеумет. Қаламыздағы көрме орталығы патриоттық әнге көмкерілді. Еліміз 24 жыл аралығында жеткен жетістіктер жырға қосылып, бағындырған белестер әңгіме арқауына айналды. Тәуелсіз ел ғана өзінің келешегін сомдай алады. Тәуелсіз мұндай мүмкіндікті кеше ғана орталығы Түркістан болған, кеше ғана осы жерде талай заманды басынан кешірген асыл бабаларымыз аңсап өтті. Осы арманның орындалуы қазіргі дәуірге куә, біздердің бағымызға бұйырыпты. Бұл деген үлкен бақыт ағайын. Жақсыбаев Ахмет Нұралыұлы наградталады. Еңбек ардагері, Отырар ауданы. Төсбелгілер әртүрлі салада талмай тер төккен азаматтарға табыс етілді. Еңбек ерен жандардың бірі Сағындық Қыдыр. Отырар ауданының тумасы аймақтағы электр жүйесі мен аудандық көлік тасымалы мекемесінде 35 жыл басшылық қызмет еткен. Тәуелсіздік алған жылдары талай кәсіпорындар тарқап, талан-таражға ұшыраған кезеңде ұжымды бір уыста ұстап, ыдыратпай көркейтуге үлес қосқан азамат. Өмірімізде неше қилы дәуірлерді басымыздан өткөрдік. Соның ішінде қазіргі тәуелсіздік алған Қазақстан, қазақ елі өте бақытты, өте тұрмысты, өте жақсы. Қазір қай ауылға бармасаңыз да гүлденген ауылдар, өркендеген қалалар. Осы бірлігіміз әр уақытта бола берсін. Бұл бірліктің, тыныштықтың несі экономикасының өркендеуіне, мемлекетіміз өсуіне, тәуелсіздікті толық сақтауымызға кепіл болады. Тәуелсіздік мерекесіне орай облысымыздағы барлық театр ұжымдары өз өнерлерін ортаға салды. Сахналық қойылымдар, мың бұралған бишілердің өнері көптің көңілінен шықты. Ал облыстық филармонияның директоры өзі бастап ұжыммен орындаған әніне көпшілік шаттана соққан шапалақтан құлақ тұнды. Кенжехан Дүйсенбі, Рулан Рүстем, Бағдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.